Сәлем достар. Үздік педагог 20 каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әдеттегідей Түсіпханова Бану Аманқызы. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін талқылайтын тақырыбымыз Шыңғыс Айтматов алғашқы ұстаз. Тақырыбы білімнің адам өміріндегі маңыздылығы мен ұстаздың қоғамдағы рөлі. Идеясы қарапайым ауыл ұстазының еңбегі арқылы адамның тағдырын өзгертуге болатындығын көрсету және білім мен тәрбиенің адам өміріндегі шешуші рөлін ашу. Жанры повесть, кейіпкерлері Дүйсен алғашқы ұстаз, өзіне шын берілген әділетті мейірімді жан. Я учитель. Меня зовут Дюшен. Я буду учить ваших детей. Мы построим здесь школу. Я приехал из города. Алтынай, жетім қыз, білімге құштар, кейіннен академик дәрежесіне жеткен қайсар тұлға. Тебя зовут Алтынай? Сколько тебе лет? 16. Когда будете в Ташкенте? Завтра к вечеру должны быть в Ташкенте. А можно мне спросить? Конечно. Мы в Ташкенте жить будем? Ты будешь жить и учиться в детском доме. Ташкент очень большой, красивый город. Там есть большие парки, сады, кино, широкие улицы, магазины и высокие дома. Вас там будет 120 человек. Ты будешь учиться и будешь работать на фабрике, где делают телефоны. А вот по выходным дням вас будут водить. Аға жеңгелері, әлеуметтік мәселелердің қоғамның ескі көзқарасының өкілдері, ауыл тұрғындары білімнің маңызын әлі түсінбеген, бірақ өз ортасының бір бөлшегі ретінде оқиғаның мән-жайын толықтыратын қосымша кейіпкерлер. Разве ты не уехал? Моя бы воля. Я бы выколол вам глаза. Отрезал уши. Языки бы вырвал. Потому что вы враги своим детям. Вы не хотите, чтобы ваши дети знали мир лучше вас. Маңызды деректер: Алтынай жетім қалған қыз. Оның тағдырын аға жеңгесі билеп, біреуге тұрмысқа беріп, одан пайда көрмек болады. Дүйсен ауылға келіп мектеп ашады. Ол Алтынайдың жастығы мен талпынысын байқап, оның білім алуына мүмкіндік жасайды. Дүйсеннің қолдауы арқасында Алтынай қалаға оқуға кетіп, кейіннен ғылым жолына түсіп, академик дәрежесіне жетеді. Тыңдағандарыңызға рахмет.